109-шы есепте тік төртбұрыш берілген. Тік төртбұрыштың диагональдарының қиылысу нүктесінен мына үлкен қабырғасына дейінгі ара қашықтық деген ол перпендикулярмен өлшенеді. Яғни ОЕ перпендикулярын түсіреміз қиылысу нүктесінен. Соның ұзындығы 2,5 см дейді. Осы тік төртбұрыштың кіші қабырғасын табу қажет. Оны табу үшін біз шешуі деп қояйық. Енді тік төртбұрыштың қасиеті бойынша олар диагональдардың қиылысу нүктесінде қақ бөлінеді. Яғни АО тең 30-ға. Мына бөліп тең. Енді бізде ОЕ АД-ға перпендикуляр ғой, СД да перпендикуляр. Ондай болса ОЕ параллель деген сөз СД-ға. ОЕ СД-ға параллель, және де бұл ондай болса, мына қабырғасының ортасы арқылы өтетін және табанына параллель болатын кесінді ол үшбұрыштың орта сызығы болып саналады. Орта сызығы себебі фалес теоремасы бойынша ол мына бұрыштың бір қабырғасын тең екі бөлікке бөлсе параллель түзулер келесі қабырғасында тең екі бөлікке бөледі. Сондықтан бұдан шығатыны АЕ тең ЕД-ға. Ондай болса ОЕ орта сызық үшбұрыш ДАЦ-ның. Ал бізде орта сызықты білеміз. Орта сызық ол табанының жартысына тең. Яғни табаным неше рет СД болып тұр ғой? СД-ның жартысына тең. Осыдан СД-ны өрнектеп аламыз. СД ендеше табаны 2 еселі орта сызыққа тең болады. Енді СД деген ол жаңағы АВ қабырғасы СД-ға тең, ол тең 2 көбейтілген ОЕ 2,5 болады 5 сантиметр. 110-шы есепте үшбұрыш берілген. Сол үшбұрыштың қабырғалары 5, 7, 8 сантиметр дейді. Үшбұрыштың қабырғаларының ортасы арқылы орталарын қосу арқылы пайда болған үшбұрыштың периметрін тап дейді. Жаңа осындай үшбұрыш пайда болды. Ол қабырғалардың орталары, яғни мынаның ортасы, мынау тең екі бөлікке бөлініп тұр және мынау тең екі бөлікке бөлініп тұр. Бұл МНП дей салайық. Ондағы АП тең ПБ, БН тең НЦ болатын және де СМ тең МА болатындай үшбұрыш МНП пайда болды. Табу керек периметр МНП-ні. Периметрін табу үшін үшбұрыштың барлық қабырғаларын бөлу керек. Ендеше біз ең алдымен нені қарастырамыз? АВЦ үшбұрышы ПН дегеніміз ол екі қабырғасының ортасы арқылы өткен. Ендеше ПН бұл үшбұрыш АБЦ-ның орта сызығы АЦ табанына қарсы жатқан. Ендеше ол АЦ табанының жартысына тең болады. АЦ-ның ұзындығы бізде бар, 8-ді 2-ге бөлеміз, 4 сантиметр. Бұл жерде дәлелдеп ештеңе керегі жоқ, себебі берілгенде барлығы жазылған. Ал бізде анықтамамыз бойынша қабырғаларының ортасы арқылы өтетін табанына параллель болатын кесінді орта сызық деп аталады және орта сызық табанының жартысына тең. Но неге параллель? Ол бірден фалес теоремасынан шығады параллель екендігі. Өйткені бір қабырғасын тең екі бөлік, екінші қабырғасында тең екі бөлікке бөліп тұрса, ондай болса бұл параллель кесінділер деген сөз. Ендеше ПН тауып алдық. Енді мына жағынан қараймыз. МН ол АБЦ-ға параллель орта сызық. Ендеше МН тең болады АБ табанның жартысына. АБ 5-ке тең, оның жартысы 2,5 сантиметр болады. Ары қарай МН таптық. Енді ПМ-ді табайық. ПМ ол БЦ-ға параллель. Яғни ПМ тең болады БЦ-ның жартысына. БЦ бізде 7, оны 2-ке бөлеміз, 3,5 сантиметр. Ендеше периметр МНП үшбұрышы тең болады 4 қосылған 2,5 қосылған 3,5 тең болады
5, 6 қосылған 4, 10 сантиметр екен. 111 есептің А нұсқасында суреті берілген. Сол суретте тік бұрышты үшбұрыш тең бүйірлі дейді, яғни АБ АС-ға тең деген сөз жазып қойдық. Бұрыш А 90 градусқа тең. Соның ішінен тік төртбұрыш АКНМ деген сызылған екен. Осы тік төртбұрыштың периметрін тап дейді. Және де оның бір қабырғасы бұл катеттің қақ ортасынан өтеді екен. Тік төртбұрыш деп тұрса, біз оның қарама-қарсы қабырғалары тең екендігін білеміз, бірден. Яғни МН қабырғасы АК-ға тең болады. Енді алдымен қарайық. Бізде ішіндегі үшбұрышта тік төртбұрыш қой, сондықтан мына бұрыштың барлығы 90 градус деген сөз берілгені бойынша. Ендеше мынау ішкі тұстас бұрыштардың қосындысы 180, ондай болса МН параллель АС-ға деген сөз. Және ол мына қабырғасын қақ екі бөлікке бөліп тұр ғой. АМ тең МВ берілгені бойынша. Ондай болса бұдан МН-нің орта сызық екенін түсінеміз бірден. Қабырғасының ортасы арқылы өтіп тұрған табанына параллель түзу. Орта сызық. Орта сызық ондай болса ол тең болады МН тең болады АС табанының жартысына. АС катетінің өлшемі берілген 6-ға тең. 6-ны 2-ге бөлеміз. 3 сантиметр екен. Енді 3 сантиметр оны таптық. Енді біз білеміз, МН қарама-қарсы қабырғалар тең. Бұл тік төртбұрыш деп айтып тұр ғой, квадрат деп тұрған жоқ. Сондықтан МН тең АК-ға деп аламыз. Ол тең болады 3 сантиметрге. 3 сантиметрге. Енді мұндағы мына 3 болса, мына КЦ нешеге тең екен? Сонда алайық. КЦ тең болады АС минус АК, яғни АС 6-ға тең болса, одан АК-ны аламыз 3-ті, ол да 3 сантиметр екен. Сонда мына жағы да тең екі бөлікке бөлінген екен. Ондай болса, мұндағы НК ол да орта сызық болады. Мынаған параллель орта сызық себебі 90 градус параллель ғой НК АБ-ға. Және де ол мына қабырғаны тең екі бөлікке бөліп тұр. Ондай болса, бұл жерден НК-ның орта сызық екенін білеміз да, НК тең болады АВ бөлу 2. АВ катет ол да 6-ға тең, сондықтан 6 бөлу 2 3 болады. Мынау да 3, мынау да 3, 3, 3. Сонда барлық қабырғасы 3-ге тең. Ендеше периметр АКНМ тең болады. Сонда мына тік төртбұрышымыз квадрат болып шықты. 4 3-ке көбейте саламыз. 12 сантиметр екен. Енді келесі нұсқасында тағы да тік бұрышты үшбұрыш берілген. Бұрышты 90 градусқа тең мұнда. Және тең бүйірлі дейді, яғни мына екі бүйір қабырғасы тең. Сол бүйір қабырғаларының ортасы арқылы өтетін бір қабырғасы. Тік төртбұрыш салынған ішіне. Осы тік төртбұрыштың, яғни тік төртбұрыш деп тұр, көрсетіп қояйық, барлық бұрыштары 90 градус деген сөз. Және қарама-қарсы қабырғалар тең. Осы тік төртбұрыштың периметрін тап дейді. Гипотенузасы тік бұрышты үшбұрыштың EF 45 сантиметрге тең. Тауып көрейік шешуі. Енді берілгені бойынша мына үшбұрыштың екі қабырғасының орталары арқылы өтетін кесінді ол орта сызық деп аталады. Сонда S-ті орта сызық болады. Ал орта сызық ол жаңағы табанның жартысына тең үшбұрыштың, яғни EF-тің жартысына тең. EF мұнда гипотенуза ол 45-ке тең, 2-ге бөлеміз. Сонда 22,5 сантиметрге тең екен. Енді тік бұрышты үшбұрыш болғандықтан оның қарама-қарсы қабырғалары тең, кубыға тең болады. Ол да 22,5 сантиметр. Енді ары қарай бізге келесі мына қабырғаларын табу керек қой. Ол қабырғаларын табу үшін біз мынаны қарастырамыз. Бұл бізде тең бүйірлі. Мынау 90 градус жасап түсіп тұр. Сонда үшбұрыш ESQ, яғни міне тік бұрышты үшбұрыш және де тең болады үшбұрыш PFT екендігін дәлелдеп аламыз. PFT. Бұл үшбұрыштар тең неге? Өйткені біріншіден олардың ES пен TF тең берілгені бойынша.
және де бұл тең бүйірлі үшбұрыш болғандықтан оның табандағы бұрыштары тең болады. Екіншіден, яғни бұрыш Е тең бұрыш F-қа. Тік бұрышты үшбұрыш үшін осы екі белгі жеткілікті. Бұл үшбұрыштар тең. Бұдан біз не аламыз? Бұдан біз EQ деген қабырғасының PF-қа тең екендігін аламыз. EQ-дің PF-қа тең екендігін аламыз. Бұларды біз белгісіз X деп белгілейік. Жаңағы EF деген белгілі гипотенуза, ол EQ қосылған QP қосылған PF деген үш бөліктен тұрады. Бұл бөліктер EQ X деп алдық, оған қосамыз QP біз тапқанбыз, ол 22,5-ке тең, оған қосамыз мынаны X деп алдық, тең болады 45-ке. Сонда бұл жерде 2X тең болады 45-тен алсақ 22,5 болады. Одан кейін X-ті табамыз, осы жерден 2-ке бөлеміз, 11,125 сантиметр болып шығады. X. Ол мына бөліктері. Бұл бізге не үшін қажет? Бұл бізге мына бөліктерін тауып алдық. Енді ары қарай бұл тік бұрыш үшбұрыш дедік қой. Мына бұрыш ондай болса 45 градустан ғой. Бұрыш бұрыш F тең бұрыш Eге, және олар 45 градустан. Енді міне жерде үшбұрыш PF-тіда бұрыш F ол 45 градус қой. Онда бұрыш PTF ол да 45 градус болады онда. Яғни мына бұрышта 45 градус болады. Бұл нені білдіреді? Тік бұрыш үшбұрыш екі бұрыштары тең, ондай болса бұл қандай? Тең бүйірлі. Бұдан біз PF-тің PT-ға тең екендігін аламыз, және оның мәні белгілі 11,125 сантиметр екен. Ал бұл бізде өз кезегінде мына QC қабырғасына тең. Ендеше периметр QSTP тең болады. Сонда ені 11,125, қосамыз ұзындығы 22,5, осыны 2-ке көбейте саламыз. Болады, бірінші қосындыны тауып алайық. 22-ке 12-ні қоссақ 33,175, оны 2-ке көбейтеміз. Сонда бізде 0, бір ойда 14, ойдағымен 15, бір ойда 66, ойдағымен 67,5 сантиметр шығады.